Здравствуйте, ребята! Урок номер 50 в гостях у сказок. Ертегілерде қонақта. Ты будешь учиться рассказывать сказки, называть главных героев сказки, читать по ролям диалог. Сен ертегі айтуды үйренесің. Және басты кейіпкерлерді атауды үйренесің. Рөлге бөліп оқисың. Упражнение первое. Послушай отрывок стихотворения. Өлең жолдарынан үзінді тыңдаймыз. Пусть герои сказок дарят нам тепло, пусть добро навеки побеждает зло. Ертегінің кейіпкерлері біздерге жылулық сыйласын, ал жақсылық жамандықты мәңгілікке жеңсін. Что дарят людям сказки? Ертегілер адамдарға не сыйлайды? Какой главный смысл сказок? Ертегінің басты мағынасы қандай? Упражнение 2. Назови сказку по главному герою. Басты кейіпкерлеріне қарап, ертегіні ата. Ласточка, қарлығаш. Почему у ласточки хвост рожками? Қарлығаштың құйрығы неге айыр? Второй. Козленок, лақ. Сказка у нас три друга, үш дос. Третий. Алдар-көсе, алдар-көсе. Сказка называется «Жадный бай и алдар-көсе». Шық бермес Шығайбай мен алдар-көсе. Четвертый. Брат и сестра. Ағасы мен қарындасы. Сказка называется «Пустыня и верблюд». Шөл дала мен түйе. Определи род этих слов. В казахском языке не бывает мужского, женского, среднего рода. Поэтому ласточка – слово женского рода. Козленок – слово мужского рода. Алдар-көсе – слово мужского рода. Брат – слово мужского рода. Сестра – слово женского рода. Упражнение 3. Рассмотри картинки. Суретті қара. Куда приведет волшебный клубок? Назови персонажей сказок. Дружат ли сказочные герои друг с другом? Сиқырлы жіп-шар қайда алып келді? Ертегінің кейіпкерлерін ата. Және ертегінің кейіпкерлері бір-бірімен достаса ма? Волшебный клубок привел к сказке «Почему у ласточки хвост рожками». Жіп-шар, сиқырлы жіп-шар, ол қарлығаштың құйрығы неге айыр деген ертегіге алып келді. Выбери из клубочка одну из сказку и расскажи ее. Что ты знаешь о героях этой сказки? Кто они? Что делают? Где живут? Как проводят свое время? Сиқырлы жіп-шардың ішіндегі бір ертегіні алып, таңдап, соны айтып бер. Және оның кейіпкерлері туралы не білесің? Олар кімдер, не істеп жүр, және қайда тұрады, уақыттарын қалай өткізеді? Упражнение 4. Напиши в тетради по образцу 2 предложения. Екі сөйлемді дәптерге жазып аламыз. Мне нравится мультфильм «Маша и медведь». Маған Маша және Аю мультфильмі ұнайды. Герои шутят, играют друг с другом. Басты кейіпкерлер бір-бірімен қалжыңдасады және ойнайды. Запишите эти предложения в тетради. Осы сөйлемді дәптерге жазып аламыз. Упражнение 5. Послушай стихотворение Кулеева. Кулеевтің өлең жолдарын тыңдаймыз. Солнце к вечеру красное стало, точный спелый арбуз раскололся. С высоты опустилось устало, и за горы уходит солнце. Дворик бабушку с Азаматом освещает багровым закатом. Бабушка, солнце уходит. Куда же оно уходит? Домой. Возвращается к маме. А где его дом? За горами. Вот солнце домой вернется, мама ему улыбнется, спросит: солнце, где ты побывала? А солнце весь мир повидало, тепло раздавало всем детям, всем цветам, всем птицам на свете. Кеш бата бастағанда күн қызарып шықты. Қызыл қарбыздың жарылғандай қып-қызыл болды.
биіктен шаршаңқырап төмен қарай түсті және таулардың арт жағына күн кетіп бара жатады. Ал Азамат болса, әжесі екеуі күннің батқанын қарап тамашалап отырады. Азамат әжесінен сұрайды: «Әже, күн қаяққа кетіп бара жатыр?» «Қайда барады?» дейді. Әжесі айтады: «Ол үйіне, анасына барады» дейді. «Ал оның үйі қай жақта?» «Оның үйі таулардың арт жағында». Міне, күн үйіне қайтады, мамасы оған күліп сұрайды: «Күн, сен қаяқта болдың?» десе, ал күн болса бүкіл әлемді көрді және өзінің шуақтарын барлық балаларға, гүлдерге, барлық құстарға таратты. Багровый закат, күннің қызарып батуы. Прочитайте по ролям диалог бабушки и Азамата. Азамат пен әжесінің диалогын рөлге бөліп оқыңдар. Что дарит всем солнце? Күн барлығына не береді? Придумай предложение со словом солнце. Напиши. Күн деген сөзбен байланысты, күн деген сөзге сөйлем құра және жаз. Устала, шаршаған. Упражнение 6. Объясни смысл пословицы. Ертегінің мақалдың мағынасын түсіндір. Добрым быть, вечно жить. Жақсы болу, мәңгілік өмір сүру. Подходит ли она к этому стихотворению? Докажи, напиши пословицу. Бұл мақал жаңағы өлең жолдарына сәйкес келе ме? Дәлелде және мақалды дәптерге жазып ал. Урок окончен. До свидания.